Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен жасалу жолы өте оңай 5 минутта дайындалатын печеньяның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, алдыда пайдалы видео рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдымен үй температурасындағы сары майды жақсылап ағарғанша миксермен жоғарғы жылдамдықта араластырамыз. Майымыздың үстіне кезекпен қант ұнтағын, жұмыртқаны, тұзды, ванилинді, күнжутты ұнды салып, жақсылап миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын болған массамызды кондитерлік қапқа саламыз. Кондитерлік қаптың ұшын кішкене етіп кесіп, пергамент қағазының үстіне қамырды кішкенеден басып тізіп шығамыз. Қызып тұрған 190 градустық пеште шамамен 5 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын болды, өте дәмді болып пісті. Менің балаларыма өте ұнады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео пайдалы болса каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.